Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көгілдір экранды қосып, қазақ тілі сабағының басталуын асыға күтіп отырған оқушыларға қайырлы күн деймін. Бүгін 16 қараша, дүйсенбі. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын деп, бүгінгі сабағымызды жаңа тақырып, жаңа бөліммен бастаймыз. Бірақ алдымен вирустан сақтану шараларын еске түсіріп алайық. Сәттілік тілей отырып, ояшар стратегиясының бағалау критерийлерімен таныстырып өтейін. Тапсырмаларды оқу арқылы қажетті жауаптарды айтасыңдар. Дескрипторлар жауаптың бірнеше нұсқасын айтуға болады. Және өзіңді тексер әдісімен жауаптарыңды салыстырыңдар. Дайын болсаңдар, балалар, бірінші сұрақты тыңдаймыз. Ұлы жібек жолы дегенді қалай түсінеміз? Әрине, бұл сұраққа сендер бірден жауап берген боларсыңдар. Себебі бұл тақырыпты Қазақстан тарихы пәнінен өткен едіңдер. Ал ендеше жауаптарыңды салыстырып көрейік. Ұлы жібек жолы Еуразияның батысы мен шығысын байланыстырған керуен жолдары тараптарының шартты атауы. Ұлы жібек жолы біздің заманымызға дейін 2 ғасырдың соңында қалыптасқан екен. Жақсы, енді екінші сұрақты тыңдаймыз. Ұлы жібек жолы Қазақстанның қандай қалалары арқылы өтті? Бұл жерде сендер ескі қалаларды атаған боларсыңдар. Ендеше тексеріп көрейік. Қазақстанның оңтүстігімен Жетісу, Тараз, Созақ, Отырар қалалары арқылы өткен екен. Келесі сұрағымыз, балалар, Отырар қаласымен байланысты болады. Мұқият тыңдаймыз. Отырар қаласында дүниеге келген ғұлама ғалым кім? Бірден жауап берген боларсыздар. Әбу-Насыр әл-Фараби. Әбу-Насыр әл-Фарабидің ізгілік туралы аңызында сыйлы адамды қалай байқауға болады? Ойланып көріңіздер және тексеріп көрейік жауаптарымызды. Көпке пайдалы ісімен, алғыр ақыл ойымен. Келесі сұрағымыз. Ақылын жамандыққа жұмсаған адам қандай адам? Ең қауіпті адам екен. Осы тағылымдарды адам баласына азық етіп қалдырған ұлы ғұлама әл-Фараби бабамыздың биыл 1150 жылдық мерейтойы түрлі шаралармен барлық аймақта аталып өтіліп жатыр. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әл-Фараби тағылымы мәңгілік азық деп аталады. Сабақтың мақсаты әл-Фараби тағылымындағы ойдың мәнін, көркемдік ерекшелігін түсіну, тақырып бойынша белсенді лексиканы еркін қолдану, көркемдегіш құралдарды қолдана отырып, шағын мақала, әңгіме құрастыру. Мінез жанның айнасы. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады деген сөзде үлкен мән жатыр. Себебі бүгінгі тақырыптың бөлім атауы сүйіспеншілік пен достық. Оқулықтың 62 бетін ашып, ой-түрткі сұрақтарына жауап беріп көрейік. Бағалау критерийлері сыни пікір білдіресіңдер. Дескрипторлар өз ойыңды білдіресіңдер және мысал келтіресіңдер. Егер дайын болсақ, сұрақтарды оқиын. Бірінші сұрақ. Достық туралы жазылған шығармаларды оқыдың ба? Әрине, балалар, сендер достық туралы көптеген шығармаларды білесіңдер. Екінші сұрақ. Саған дос не үшін керек? Бұл сұрақ өте қызықты мен үшін. Жауаптарыңды күтемін. Үшінші сұрақ. Әл-Фараби тағылымында достық туралы не айтылған? Төртінші сұрақ. Өмірлік жағдаяттан мысал келтіресіңдер. Естеріңе сала кетейін. Әл-Фараби тағылымында достықтың екі түрін атайды.
адал дос және айнымалы дос. Жалпы Әл-Фараби туралы не білеміз? Әлемнің екінші ұстазы атануының себебі неде? Ақыл-ой мен білімнің биік мәнін не үшін дәріптеді? Осы сұрақтар төңірегінде білетінімізді дұрыс-бұрыс ойыны арқылы анықтаймыз. Егер дайын болсаңдар, балалар, сәттілік тілеймін. Бұл ойынды бағдаршам әдісі арқылы жүргіземіз. Дұрыс жауапқа жасыл түсті, бұрыс жауапқа сары түсті. Егер жауап беруге қиналатын болсаңдар, қызыл түсті көрсетуге болады. Бағалау критерийлері: шапшаңдық танытасыңдар, дескрипторлары, түстерді пайдаланасыңдар, дұрыс жауаптарыңды белгілеп отырасыңдар. Әр дұрыс жауапқа 1 балл есептелінеді. Егер дайын болсақ, бірінші сұрағымызды бастаймыз. Әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі. Әрине, бұл дұрыс жауап. Әл-Фараби грек, латын тілдерін білмеген. Дұрыс емес. Себебі Әл-Фараби бірнеше тілдерді жақсы білген. Әл-Фараби Отырар қаласында дүниеге келген. Дұрыс, өте жақсы. Әл-Фараби 50-ге жуық тіл білген. Бұл қате жауап. Себебі Әл-Фараби 70-ге жуық тіл білген екен, балалар. Әл-Фараби түрлі салада 150-ге тарта трактат жазып қалдырды. Бұл дұрыс жауап. Осы трактаттарының ішіндегі бір бөлігі медицина саласына арналған екен. Отырарды арабтар Фараб деп атаған. Дұрыс, балалар. Әл-Фараби Аристотельдің ой мақсаттарын дамытып отырған. Қалай ойлайсыңдар, дұрыс па? Әрине, дұрыс. Әл-Фарабидің ғылымға деген ынтасы Александрия кітапханасында пайда болған. Қалай ойлайсыздар? Қате, бұрыс. Себебі Әл-Фарабидің ғылымға деген ынтасы Отырардың өзінде басталған екен. Александрия кітапханасы әлемдегі ең үлкен кітапхана болған. Бұл сұраққа бірден жауап берген боларсыздар. Себебі бұны біз 6-шы сыныпта өткен болатынбыз. Жауабы дұрыс. Ал енді, балалар, мына картадан Отырар қаласын тауып көрейік. Тапқан боларсыздар. Себебі Отырар Қазақстанның оңтүстік аймағында орналасқан. Дәптермен жұмыс ұсынамын. Дәптерлеріңде жазылған Әл-Фараби тағылымы мәңгілік азық атты тақырыптың ішінен қазақ тіліне тән дыбыстарды теріп, семантикалық карта көмегімен фонетикалық талдау жасаймыз. Мысалы, дауысты дыбыс, тілдің қатысына қарай жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық, ерін мен езудің қатысына қарай езулік. Тура осы бағытпен қалған дыбыстарды талдайсыңдар. Әл-Фараби тағылымына байланысты бірнеше бейнебаян тамашалаймыз. Себебі бейнебаяндарға байланысты сәйкестендіру тапсырмасы беріледі. Мұқият қараймыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың 7 қыры атты мақаласының жариялануы туған еліміз бен жеріміздің тарихын терең танытып білуге және оны жаңғыртуға деген күш-жігерімізді шыңдай түсті. Себебі жазба рухани жаңғырту бағдарламасының жалғасы еді. Біз мақаланың тарихи санын жаңғырту бөліміне аса мән бердік. Ұлттық болмысымызды сақтап, жас буынға ұлттық тәрбиені сусындату жолында қажырланып еңбек етеміз.
өскелең ұрпақтың дамуына білім берумен қатар тәрбиенің бағытын күшейтудеміз. Осыған орай биылғы 2020 жылы ұлы ғұламаларымыз Әл-Фараби мен Абайдың мерейтойларына орай олардың тағылымдарын кеңінен насихаттаудамыз. Білім ордамызда аталып өтілген шараларды жалғастыру мақсатында ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту эстафетасын пән бірлестіктері мен жас мамандарға, оқушылар мен олардың ата-аналарына жолдаймын. Мен Жақсыбай Аружан, сыныптасым Әскербек Нұрдәулеттен ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту эстафетасын қабылдаймын. Өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған орта ғасырлық қалалар Отырар мен Түркістанда ұлы ойшылдарымыз Әл-Фараби мен Қожа Ахмет Яссауи өмір сүріп, ілім таратқаны баршамызға мәлім. Ал олардың еңбектерін зерттеп, Әл-Фарабидің туған жері қазіргі қазақ елі екенін дәлелдеп, картаға түсірген Ақжан Әл-Машаниді біреу білсе, біреу білмес. Әлем елдерінің кітапханаларында шашырап кеткен Әл-Фарабидің еңбектерін жинап, 1964 жылы ғұламаның бетін тапқан. Ақжан Жақсыбекұлы Кеплер еңбектеріндегі кейбір жазбалардың Әл-Фарабиден алынғандығын дәлелдеп, 1984 жылы Кувейтте шығатын Әл-Фараби журналында Орта Азияның мәдениет шамшырақтары атты мақалаға жариялаған. Осыдан кейін Әл-Фарабиді ашқан Әл-Машани деген ат қалған. Адам ғалам ғажайып шеге дара, жан құмары ізденген мәңгі сана. Өзіңді өзің танысаң істің басы, түзеген өз ғаламын болған дана демекші Әл-Машани сөзімен эстафетаны ата-аналарға жолдаймын. Сәйкестендіру тапсырмасының бағалау критерийлері. Тапсырма орындау барысында мұғалімді тыңдайсыңдар. Дескрипторлары. Әр дұрыс нұсқаны сәйкестендіресіңдер және тексеріп көресіңдер. Дұрыс жауапқа бір ұпай белгілеп отырасыңдар. Сәйкестендіру тапсырмасы 2 бағанда көрсетілген. Мұқият тыңдаймыз. Бірінші сөйлем. Рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы. Екінші сөйлем. 2020 жылы. Үшінші сөйлем. Әл-Фарабидің туған жері қазіргі қазақ елі екенін дәлелдеп картаға түсірген. Төртінші сөйлем. Тәрбиесіз берілген білім. Бесінші сөйлем. Аристотельдің еңбектерін зерттеп, осы заманға жеткізген. Сендер сәйкестендіріп үлгерген боларсыздар. Ал енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы ұлы даланың 7 қыры атты мақала. 2020 жылы Әл-Фараби мен Абайдың мерейтойлары аталып өтілуде. Әл-Фарабидің туған жері қазіргі қазақ елі екенін дәлелдеп картаға түсірген Ақжан Әл-Машани. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Аристотельдің еңбектерін зерттеп осы заманға жеткізген Әл-Фараби. Ал енді балалар барлық ұпай сандарыңды қосып, маған жіберіңдер. Енді балалар ақ тілектер әдісі арқылы бүгінгі тақырыпқа сай өз ойларыңды тілекпен жеткізіңдер. Ал менің сендерге арнаған тілектерімді тыңдаңдар. Білім мен тәрбиялар бағытымыз ұлы жібек жолындай болсын. Ақылымызды жамандыққа жұмсамай, пайдалы іспен бір-бірімізге қолдау болайық. Амал дос емес, адал достарымыз көп болсын. Нақты біліммен нық қадам басайық. Өз әлемімізбен бақытты болайық. Сонымен біз бүгінгі сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бастап, сақтық шараларын еске түсірумен жалғастырдық. Ой ашар стратегиясы арқылы ұлы жібек жолы бойындағы қалалар мен Әл-Фарабидің тағылымдарынан білетіндерімізді тексеріп көрдік. Дұрыс-бұрыс ойыны арқылы білімімізді шыңдап, достық туралы ой қозғадық. Грамматикалық тапсырманы қамти отырып, бейнебаяндарды тамашаладық. Сәйкестендіру тапсырмасын орындай отырып, ұпай сандарыңды анықтаған боларсыңдар. Сабағымызды аяқтай отырып, қосымша ақпаратқа эстафетаны жалғастыруды ұсынамын. Ал кері байланысты орнату үшін көңілді смайликтерді қолдануды білесіңдер. Ал мен сендердің
ұпай сандарыңмен кері байланыстарыңды күтетін боламын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.